Оны көрген өткінші жаңбыр ақшамға жалқау жаңбыр деп аттақты. Бұл не деді ол? Бұлбұлдап ыбыржисында тұрасың, ішінде піспайды екен. Жаусан астан кестенің жылауы керек қой. Не бұлай? Не бұлай? Сатыр-сатыр қоя жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып байланып аға бастады. Және? Қандай болса оған қара аттармыз. Өткінші жаңбыр жоқ, өз-өзіне мән болып, әне солай. Стоп. Әне солай дегендей болып, қырдан да асып та кетті. Іле-шала бұлт ып жатырып қап күнде шықты. Жаңбыр су саймылымен ағып кетті. Самал есіп өсімдіктер тербетті. Шөп біткен ең бастарын шайқап шөліміз қанбай қалды. Өткіншінің бұнысы несі? Ұшып қонды да кетті деп реніште. Сонда бір кәрі қурай тұрып қиналып қайтесіңдер, одан ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар дейді. Әй, бұлда дұрыс екен-ау. Ай, дұрыс екен-ау деп Сахналау. Екінші топ сахналау, иә? Мәтіндегі оқиға желісін сахналаймыз. Мен кіммін? Жаңбыр жауады десе менің бетімді бұлт жабады. Мен ақ жаңбыр, мен үнсіз тұрып төге беремін. Мені ақ жаңбыр емес, маған сондықтан маған жалқау жаңбыр деген ат қойды. Неге сен ылбыржисында тұрасың, ішінде піспайды екен. Одан астан кестенің шығару керек қой. Міне сатыр-батыр жауы керек қой. Шөлімде қандай қалды-ау, өткіншінің мұнысы несі? Ұшып келіп қонды да кетті. Қиналып қатесіне одан да ақ жаңбырға сайланбайтын. Сахналасына болылар, мәтінді? Пайдасы табиғатқа пайдасы зор. Жаңбыр жан тозаңды басып ауаны тазартады. Өзен көлдерді өз арнасына толтырады. Жарайсыңдар. Қорытынды ой жасады ма балалар? Бағалаймыз. Кейіпкерлердің реттерін орналастырамыз. Кейіпкерлерді салыстырамыз. Мәтін мазмұнын айтып береміз одан кейін. Ал Бірінші топ кинолента әдісімен мәтіндегі кейіпкерлердің суреттерін орналастырдық. Бірінші кейіпкер. Бірінші кейіпкер өткінші жаңбыр, ал екінші кейіпкер ақ жаңбыр, үшінші кейіпкер жалқау жаңбыр, төртінші кейіпкер нөсер жауын. Қорытынды ой түйісінде көздерде. Жаңбырдың пайдасы. Бұл табиғат несі болады? Жаңбыр. Табиғат құбылысы болады. Бұл табиғат құбылысы. Барлығымыз қарайықшы. Қандай құбылыс жүріп жатыр? Төбеде. Бұлт. Қаптаған қара бұлт келсе, артынан не болады? Нөсер, жауын болады, ақ жауын болады, иә? Жарайсыңдар.